Я таких родителей вообще не понимаю. Сол кезде сосын мен түсінемін, неге ондай болатынын. Обычно вмешиваются какие родители? Родители, которые вообще не отучились. Өз ештеңе оқымаған, болады ғой сондай бір. Ол кемсіткен емес, ол реально солай. Шамал көрмеген. Сәл надандау, сондай вмешивается, везде вмешивается. Анағанда, мынағанда бәріне тиісіп. А потом начинается плоды жмать. Не себепті сенен кетті? Потому что болашақ менен тұра алмайды. Мен, понимаешь ли, певецпін. Несерьезный. Понимаете? Нормальный, дұрыс, серьезный адамнан алып алды. Енді мен жан бес саусақ бірде емес, но в основном мен уже оны көріп келе жатырмын сондайды. Оқымағаннан болады екен онда. Оқымаған үйден шықпайды, болды, просто все, вот в своей тарелке живет, өзінің законы бар, консервативті адамдар, олар солай болып келеді. Бітті. Менің кінәм жоқ, вот именно, менің кінәм, мен үйленейік дегенім. Болды, мен айтып жүрдім ғой, биыл үйленем деп жүрген. Менде қыз жүрді, мен үйленем деп жүрген қыз ғой. Алды, да, депотеме. Сейчас я хожу и депрессирую. Я сейчас вот так высказываюсь, и потом бір айда мен болып едім ғой, былтырлар күздер сондай болған. Это бір-екі айдан өзі кетеді. Но я сейчас, мен одан ой түйем ғой. Ой түйгенде мынандайда, қарым қатынаста жеке адамның екі адамның арасына түсуге болмайды. Вообще, ол өте жаман нәрсе. И біреу шіп деп айтуға да болмайды. Подруга боласың ба сен, жоқ, ағасы боласың ба, басқасы боласың ба, ол өзінің басы бар. Кәмелетке толған жас, өзінің шаруасын өзі шеше білу керек. Просто бақылау керек. Егерде вы прокал, я вообще в общем говорю. Көкірегі жігітсі Құдай береді, ақылды сұлу балам. Ахмет береді ғой, алмаз не болып жатыр. Қуанып едім, тұй құрдас қайта қосыласыздар. Жоқ, қосылмаймыз өйткен, потому что уже ол якобы бізде жігіттер де дұрыс емес қой, бізде дұрыс жігіттер, қыздар да жігіттер де қазір дұрыс адам жоқ. Өте қиын қазір. Алданып қалды ол. Мен оны біліп қоям. Мен өте сондай опытный жігітпін ғой, мен уже алданып қалған, анау болып қалған, бітті жатып қойған бәрін мен уже біліп қоям ондай нәрселерді. И все, я отвернулся. Ну просто вот эти годы жалко, блин. Честно. Баласы бар вот именно. Қарым қатынаста жүрген кезде екеуі ғана шешу керек, ешкімді араластырмау керек. Вот именно. Менің атам олай емес, үйде 9 бала өсірді, ешкім отбасына араласпапты. Көріңіз, әр түрлі бар. Ол қыз байға тиген жоқпын деп отыр еді ғой. Бәрі айта береді ғой, біз көп нәрсені былтырмын, қазір өтіп кеткеннен кейін міне уже посырды. Медик бойдақ қыздар көп, еріндер кезден басқа жерге тимеген дегенде жігітше айтамын, құрдас. Қойыңыз жалғыз, қайдан білесіз, не жейтін, қиын ғой, баламен қорқасын. Сен кім туралы айтып жатсың, жалпы дейм. Баласы бар болса, тем более өзі шешіп алу керек қой, мамалығында семер. Сондай адамдар бар екен. Отбасы болу оңай емес дейтін анамыз. Шолпанның баласы. Шолпан емес, мен биыл үйленем деп жүрдім ғой. Үйленбейтін болдым, болды. Все. Жас жігіттердің жасы 40 жасқа келіншекке үйленуге көзқарасын қалай? Дұрыс емес. Құрдас екенбіз, жаным сол, саламатсыз. Мана қыз қайда донер жегін? Мана қыз ба? Ну там тоже самая такая же фигня была. Бір родственник алды, да, там наговорили, короче. Нормально отырғанын енді бәрін құртып жібереді. Но мне-то разницы нет. Какая разница? Сами делают плохо для своего ребенка. Этого родители не понимают. Ребенок сам знает. Ребенок емес қой, жастар құрсын 20-дан асып баратыр. Көре көсем боласың, сөйлей шешен боласың.
Қыздар, жігіттер, сіздерге айтарым, барлық шындық айтыңыздар, жасырмаңыздар. Небрачный баласы бар Шолпанның, Алмаз біліп қойды дейді. Жаның сөйлеген күшін неге дұрыс емес, кеңірек түсіріңдірші. Енді не істейсіз оны? Сіздің жасыңыз, сізге жас жігіт керек пе? Жас жігітпен не істейсіз? Не нәрсе аласыз? Төсек қатынасын аласыз ба одан? Сізге ойнас қып тастап кетеді ғой кейін. Егер де үйленем деп тұрса, тұрмысқа алам деп тұрса, сен үйленем десе жарайды, ол басқа әңгіме. Ал жайдан жай жүріп тұру деген жас жігітпен керек емес. Мен сіздерге айтайын қазір. Примерно 96-дан бастап, былай 96-дан ары қарай үйленем деп жүрген жігіт жоқ. 92-нің өзі үйленем деп жүрген жігіт жоқ. Жоқ ондай, мен 100% гарантирую беремін. Тұрмыс қатынасы, басқа қатынасы деген сенімсіздік деген нәрсе бар. Ол рас. Аласыңдар да 2000 жылғы 2002 жылғы қыздармен жүргізесіңдер ана 20-дағы қыздарыңды. Алмайды оларды. Пайдаланып та тастап кетеді. Неше рет оны көріп жүрміз. Сосын отырасыңдар, қыздарың сосын 30-ға келеді. 5-6 партнерді ауыстырып. Ол кезде мен де қарамаймын уже. Бана қыз шығарып салды, үйіне шығарып салды. Бұл мен не істеймін, отырмаймын ғой. Шындық, мен всегда шындық айтамын. Өздеріңмен құрдас, жігіт пен қыздың арасы примерно бір 7 сан бар ғой, 7 жастан жоғары болмаса керек емес. 2 жас, 1 жас, ол баяғы заман емес, қазір үйленгісі келмейді ешкім. Әр адам әрқалай емес, қазір ешкім үйленгісі келіп жүрген жоқ. Жүреді кәдімгідей. Түсінесіз ба? Ұзақ жүреді. Бір динозаврлар запарить жібере берем, қайта мені алады да бір 85 деген өзгерте алмаймын, мен 85 деген каратты, 85 мен ұруым жаттап алыңдар уже. Қайта айта бермей оны, мен жасыма тыққыштай бермей. 95 деп жазып қойшы еттен. Сен 30-дасың ғой деп шығады. Жастар үйленгісі келмейді қазір. Менің жолдасым менен 3 жас кіші. Жасың үшін. Баяғы заман үлкендер көп түсіне бермейді. Сол қыздарыңыз 20-да тұрма, жігіт келіп тұрма, алам деп тұрған, үйленем деп тұрма, шақырып алса, егерде проблемаң болатын болса, жігітпен или қызбен шақырып ал. Менің қызыммен сөйлесіп жүр екенсің, қандай ойың бар? Әкесі бар ма, или басқа бұрын сөйтетінбіз бар ғой, бүйтіп шақырып алатынбыз да. Не ойың бар? Үйленесің бе? Мә, қызыңды алатын болсаң, қолтық тасып жібереді. Үйленбейтін болсаң, давай көтеннен бір тебет. Реально солай ғой, блин. Ну нифига, ана жақта отырады да өздерінің баяғы травмаларын тығады. Қызым, сен әлі үйленбеуің керексің. Мен сондай ата-ананы түсінбеймін. 20-дан асып кеткен қызға сен әлі ерте дейтін қыз. Мен ондай ата-ана вообще түсінбеймін. Қашан тұрмысқа шығады? Сен 25-те, как будто сол ровно 25 жасында ешкім айта алмайды, мен тұрмысқа шығып кетем деп. Айта алмайды олай. Ешкім айтпайды. Гарантия жоқ ондай. Потому что отношениямен жүру керек. Қанша жүру керек? 1 жыл жоқ дегенде жүресің. Сен тауып ал бірінші ондай жігітті. Или қызды. Оған вкладываться, ол расставание, әңгімең жарасу керек, табиғатың деген сияқты. Шама уақыт керек, жылайсың, измена болады, анау болады, мынау болады, осының бәрін пережить отношения. Это прям столько времени уйдет. И сен айтасың, қызыңа сен әлі ерте или тұрмысқа шығуға. Ёпырсыты. Я таких тупых людей вообще не понимаю. Жиырма беске дейін ешкіммен жүрме, уже 25-тен кейін никого нет. Сол ғой, қызық мы? Мен 19 жасымда кетіп қалдым. Үйдегілер ұрысып, қырылып, отказ бер, ерте деп қой бермей кетіп қалдым дейді. Әкелер сөйту керек, ақылды қыздар болса, бірінші әкесіне айту керек, сонда анық болады. 22-де тұрмысқа шықтым, мен де жолдасым 2 жас кіші, үйленем деген үйленуге асығу керек. Үйленуге асығу керек, керісінше. Қыздарыңыз, ұлдарыңыз жүре беретін болса, күнәні жасай береді. Жүріс көп болып кетеді. Бірін-біріне, қазір қарасаңыздар, Инстаграмға мына жерде мен откровенно айтайын. Любой әдемі қызға 1000 сообщение келіп тұрады. Привет, красавица, танысайық. Привет, красавица, танысайық. Бір битесі. Соның 1000 сообщениясын примерно 9999-ы просто жатқысы келеді болды. Семен. Әдемі қыздарға вообще не повезло в этом мире. Красавица болып тұрсың, ол солай.
Ёпырсы алда сен мен үйленем деп тұрған қарасайшы сен сразу. Приоритеты будут. Маған келмейді сообщение. Ну, значит, ты... Что-то не так с тобой. Я откуда знаю. 25-те танысасың, 27-те жүресің, арасында ұрыс керіс, анау мынау, сонда қашан үлгереміз? Сол ғой. Қазірден бастап жасандылық сол ғой. Жігіттердің барлығы солай үйленбейді. 2000 жылғыларға ермеңдер қыздар. 2000 жылғылар үйленбейді сендермен. Нафига жүресің? Сенің жасың 20, өзің 20, 25, 21, 22, 23, 24 үйленбейді. 1000 сөзін айтады. Жігіттеріме миллион сөзін айтады. Құлаққа теуіп. Алданасыңдар. Потом сосын тәуір жігітті, Алла тағала тәуір жігітті саған 2-ақ мәрте жібереді. 2-ақ мәрте жібереді. Болды. Сол кезде ұстасаң. И то оның өзі қай уақытта болады? 20 мен 25-тің аралығында ғана дұрыс отношение қалыптастырып үлгеруің керексің. 20 мен 25-тің арасында дұрыс отношение қалыптастырмадың, болды дей бер ары қарай. Ары қарай сенде уже проблемы будут. Сонда өмір сұрақ қой, әдемілік көтен соры деген сол ғой. Әдемілік деген көтеннің соры. Көтенге түйме тағылу керек. Мен келесі өлем сондай, көтенге түйме тақ. Алламен связың бар ма не? Бар, неге жоқ? 5 уақыт намаз оқы, немене күліп отырсың онымен? Связың жоқ болса, мен кінәлі емеспін ғой. 24-те ше. Жоқ, мәселе 24-те, 25-те емес. Мәселе мынада. Ешкім гарантия бере алмайды, мен 24-те тұрмысқа шығып кетем деген. Қыздардың просто ойы ол. Но ол саған 24-те келмейді олай. Никогда. Мен де айтқам өзіме 25-те, 26-та тұрмысқа үйленіп кетем деп. Нихера олай болмайды. Адамға бақытты Алла тағала өзі береді. Қай возрастында болса да. Берген кезде ұстап қалың керексің. Келді ме? Үйленейік деп тұрған дұрыс жігіт келіп тұрма саған, үйленейік. Семья болайық. Жоқ, мен көтерілуім керекпін. Балаларым да сұра. Ойбай, ана мамам айтты, папам айтты, что-то ана жеңгем айтып жатыр, сен что-то бірдеңесі ана. Онда қоя сал болады. Мен тұрмысқа шығам демедім ғой, просто отношение. Сол құлаққа түйіп жатқанда өз қарындасымды ойландасың да, біреу сенің қарындасың. Мен қарындасымды неме бәрін байға шығарып жүрдім, мен қарындасым жоқ ондай. Мен өте қатаң, мен ойлап өтсіңдер ме, сендерге айтатын сөзді қарындасым айтпайды деп. Макося тастап кет, жоқ, Макося мен проблема басқа. Сен енді мен тұрмысқа шығам демедім ғой, просто отношение ше дедім. И чё? Просто отношение деген бола ма? Оқу керек, сосын жұмыс жасаймын деймін. Иә. Звондап лапшан лет. Отношение деген қазір өте қиындап барады. Қазір үйленіп алатын адамдардың бастары істеп, ары қарай ажыраспау керек. Білімді жігіттер, білімді жастар жай жүре бермеу керек. Келіп тұрма, үйленем деп, үйленіп кету керексің. 28-де адам емес пе? 48-де ма? 48, вот. Почему 48-де отсыз? Потому что 28-де ондай нәрсені жасамадым. Жалпы бақытты ол, еркек жауапкершілік болмаса. Сен жауапкершілік, мен өзімді айтып отырмын, мен саған айтып отырмын. Сен ажырасқан болсаң да, жарайды, мен андай қыз деп айтпаймын. Саған мен айтып тұрмын, айтам. Атың кім құрсын? Айдана деймін, или Айнұр деймін. Екеуміз енді 5-6 ай жүресің ғой, жүргеннен кейін тұрмысқа шықсайшы деймін саған. Неғып жүре бересің оны? Жүре бергеннен бірдеңе болып қала ма? Жоқ бедейді. Мне нужно подняться. Маған аяққа тұрып алу керек. Не аяққа тұрып аласың? Екі аяғың немене кесілік қалған ба? Или Меганы көре алмай қаласың ба? Достық плазаны көре алмай қаласың ба? Үйленген кезде немене Ақтауға бара алмай қаласың ба? Жоқ. Турцияны көре алмай қаласың ба? Не керек сендерге сол? Мен айтам, үйленсе құрсын, үйленген кезде тем ана жақта бір түрмеге баратқан сияқтысың бар ғой. Жақсы. Егер ер адам кетсе 300 мың жетеді бәрін асырауға десеше. Шығып ал саған 300 мың теңге бәрін асырауға. Шығып ал саған 300 мың теңге де жоқ болып отырса не істейсің, қайтесің? Шыққаннан кейін әңгір таяғымды ойнатып көтіненен теп жақсылап тұр. 500 мың алатындай. Өзіңе байланысты ғой, өсір.
Алмас сияқты әкелер ақыл айтпайды, тыңдаңдар, бәрі шындық. Иә, қазір айтпайды олар. Әкелер ма? Еңлік неге мияулап отыр? Алмаз үйленші, сөйлей бермейді. Үйленем деп тұр, үйленбей кетті деп отырмын. Мен айтып отырған жоқ. Мен биыл үйленем деген адам айтып отырған жоқ па? Соның сөзін айтып отырмын ғой. И солай, жалпы солай бәрі сөйлейді екен. Бәрі қарады солай сөйлейді. Аяққа тұрып алу керек. Бірдеңе етіп алу керек, бірдеңе үшін деген. Отмазкасы не деп тұрмын ғой енді? Не, қандай саған вот саған не үшін сен тұрмысқа шықпайсың? Мен өмірді көруім керек, мен әлі оқуымды бітіруім керекпін, мен сосын жұмыс істеуім керек. Нацеппен алып бар ғой, тақ еткіз ұрғым келеді. Ой, мен 48 замуж хочу. Шындық Алмаз айтып отырған осы айтылу керек. Сенбейді сізге, кімге сенеді? Өзіне сенбейді ол, не то что маған. Сылтау, сіз ұнамағансыз, ұнамаса жүрмейді ғой ол, жылап. Сіз батыстансыз ба, акцент бар, иә. Мықты жігітсің, хороший семьянин боласың. Өзіне сенбейтін адамдар басқаға да сенбейді. 2 қызбен жүреді, 4 қызбен жүрсең де. Кіммен жүрсең де. Жүрген деген бөлек, үйленем деген адамның біреуі ғой. Жүре береді, бәрімен де жүресің. Қосын қыздар ма жүрмей атқан? Анамен де запаста бар, бұнамен де запаста, анамен де переписка, анау барып, анамен барып стейк жейіп келеді, анамен барып, анаған киноға барып келеді. Кім жүрмей атыр? Жүре берсін. Но оның ішінен таңдай деген білу керек. Таңдай білу керек. Өзіңе деген көп жүрме олай. Таңдағанға шейін жүр. Примерно мынау менің адамым деген шешім. Болды. Мынау айының адамың ба? Болды. Ол адамға жабысып алса, партнерді не надо менять. Ол адаммен уже сен қарым-қатынаста болдың ба? Бітті. Нельзя менять оны. Это плохо. Плохо скажется. Үйлену үшін не істеу керек? Үйлену үшін не істеу керек? Қадам жасау керек. Болды. Үйленуді қиындатпау керек. Адам өзін өмірді қиындатпау керек. Бәрі оңай негізінде. Сен неге өзің жабысып алмай, қалай жабысып керек жоқ адамға? Зачем жабысып? Ты заставить хочешь человека? Нельзя. Завтра скажешь потом. Жігітпен қыз арасында дос болама? Жоқ. Тамақ ішіп отырған қыз қайда? Үйінде дейді. 19 жасар қызға үйленуге қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Жаңа қыз не болды? Үйінде. Оңай болса үйленбей ме? Потому что тараканы в голове, да? Вот потому что до хрена ана жерде мынандай нелер бар. Өздерінің аяқта жетіспеген жетістіктер бар ғой. Соны ана қыздың жетістігін, ұлым жетістігін деп сөйтіп айтады да. Ата-аналар всегда солай істейді. Өзіне жете алмаған нәрсені алады да баласы жетістігін деп. Олай емес. Сенің заманында басқа болды. Сенің өмірің басқа. Алла саған басқа несібені берді. Алланың өзінің жоспары саған басқа болды. Ол бала, сенің балаң көтемнен қанша рет шықса да, 10 бала тусаң да, оның тағдыры 10 түрлі болады. Оның бәріне араласа беруге болмайды. Мен сол туралы айтып отырмын. Біз доспыз, бірақ ешкіммен таныспайды, не үйленбейді, не кетпейді, таныстырмай, олай болмайды. Сіз үшін 19 жасар кішкентай болады деп ойламайсыз ба? Болмайды, қаяқтағы 19 жасар. 19 жасар мені туды ғой. Сен не істеп жүрсің, үйленбей? Мағана бер не айтып отырмын, құрсын, мына құлақтан шығып, мына аяқтан кіріп жатыр ма, не отыр? Келсем, иә, жалпы отношение туралы сөзге мияулағанға жата ма? Мияу деп, мына аяқтан кіреді, мына аяқтан шығып кететін адамдарды мияу дейсің. Басына ештеңе түспейді ол. Ол адам сен не айтып тұрғанын түсінбейді. Түсініп отырсың ба? Бұл сондай адамды таба білу қиын деп тұрмын қазіргі заманда. Сен не айтасың? А деген кезде ол деп айтса, это твой человек. Ага. Сосын ісімен дәлелде. Всегда нужно смотреть на действия, не на слова. Слова бәрі, Лев Толстой бәрі, пипец, ой, қиратып жояды, мына әлемді бәрін жаулап алады. А реально в действии. Найди мне джигита. Я что, бюро находок, что ли? Сізді 19 жас, 40 жаста еркектен тумаған шығар. Кім айтты саған? Жаңа кірдік эфирге, дұрыс. Мен 60-та болды атам. Білесіңдер ме? 20-дағы қызды алды. Сендер білмейсіңдер оны. Сол кезде, ол кезде қарамайтын, ол кезде қызды беріп жүреді, бітті. 20 деген ол кәдімгідей тұғын. Жаңа қыз аяққа тұрамын, көтерілем деген соң ашуланып. Жоқ, ол қызған қатысы жоқ.
әңгіме басқа жалпы айтып отырмыз. Пропаганда жасама олай дейді. Жоқ, бұрын сондай болды ғой енді. Мен ертегі айтты. Сендерге ертегі. Мен соның баласымын, не істейсіңдер? Мен отырмын мына. Немересім, не істейсіңдер? Не істемекшісің? 19 жас қызбен кішкентай ғой. Мен айтып отырған жоқпын, не істеймін деп тұрған жоқпын. Өзі келісіп тұрса, заставить етпей, ол қыз өзі ұнатып тұрса, сен ұнатып тұрсаң, үйлене бер. Ал ұнатпаған болса, ол бала бөлек әңгіме. Мен саған айтып тұрып, сен не істейсің деп тұр. Ол келісіп тұрса, пожалуйста. Келіспей тұрса, зачем саған? Сен кәрісің, сен үлкенсің деп тұрса, қайтесің, айналда кете бер. Өзі сосын кәртаяды сенің жасыңа жетіп. Сосын потом вспомнит, ах, блин. Алпыспаймын десе, қандай болды? Сен жаңа қыз жақсы ғой, неге соған үйленбейсіз? Ол қыз енді ғана танысып отқан қыз ғой, ол басқа қыз, ол қызға қатысы жоқ. Қатарласыңды алғың келмейді, алмаймын мен қатарласам. Қатарластарым кезінде өздерінше болған. Маған өздерінше болған. Пипец, ты щегло, бірдеңе. Мен айтқам, мен қартаймаймын, сендер қартайып кетесіңдер деген. Қазіргі 25-тегі қыздарға да айтам, мен қартаймаймын деймін. Сендер қартайып кетесіңдер ертең. Қазір 25-те өздерінше бөсіп жүрсіңдер ғой, 24-те, 23-те, может. Сендер қартайып кетесіңдер деймін. Бүйтіп отырасың, салпиып. 30-ға тез жетіп қаласыңдар сендер дедім. Маған қарағанда дедім. Жынданады. Кетші ондай емес. Серьезно деймін, қыздар, әйелдер деген тез кетеді дедім. 1-2 бала тапса болды ғой қыздар деген бе. Ата болып қалмай, жоқ аяқтаған. Денсаулық кетеді қартайып. Сенің мозгыңа байланысты, миыңа байланысты. Миың сенің қартайдым дейтін болса, болды, сол кезден бастап денсаулығың кетеді. Миың сенің қартаймаған болатын болса, жұмыс істейтін болсын, ми болатын болса, етің ширақ. Жауапкершілігі мақсаты мол еркек болатын болсаң, ешқашан қартаймайсың сен. 80 бай 70 байлар қаяқта жүрген соны. Қазір жоқ қой онда 80 бай 70 бай. Қазір 30 бай 40 елу деп зорға айтасың. Почему? Потому что уже здесь. Мынау кім маған андай нәрселерді жасатын? Вы. Қандай гороскоп? Сол оның үшін біздің деңгейден төмендер жолығады. Қыздар сүйреу керек ондайларды, оказывается, конечно. Осы әншіге ырзамын ше дейді. Тара берім келмейді, менталитетті ұнамайды, өзім қазақпын. Алмас, қанша қызың бар? Жетеді. Қандай гороскоп сізде? Близнецы это что-то решает? Сендер қызықсыңдар, бірдеңе сұраса бар ғой, бүйтепсіңдер. Бүйтеді, адамның бойындағы қасиетіне қарамайсыңдар сендер. Он шустрый, что он, чем занимается, что он делает? Он же, бля, вообще, он 7-8 семьяны өзінің аузына қаратып отырған жігіт қой мынау. Молодец қой деп бүйтіп айтты. Олай ойлаймайсың. Біздің қыздар бүйтіп қарайды. Гороскоп. Какой у тебя гороскоп? Мы совместимы по психологии. Еще бүсет аяқтан келіп. Не по психологии. Таролог мне сказал. Тағы бірдеңе, анау ағана деген бар еще, тағы бірден қолыңа қарап, мынаны айтты, бірдеңе, ёп просто-то, какие-то вы шаманоды, блин. Адамның ісіне қараса құрсын сен. Мына жүрегіне қараса, не істеп тұр, қалай деп соғып тұр. Шустрый он, не шустрый, сөзі қандай. Что для тебя он делает? Нет. Коучқа тоғып алғандар кілең. Нервіме тет сондайлар бар, кездескен. Мен сосын қазірден бастап айтам, қыздар, егер де сендер сондай болатын болсаңдар, адамның ісін емес, менде сөз де бар, іс те бар құрсын. Сөзім жоқ деп айта алмаймын, іс те бар, менде сөзім де бар. Но егер де у вас интеллектуально вы не развиты, маған жазбаңдаршы. У вас ничего не получится. Вы просто раните меня своей вот этой тупостью. Я не могу, мен уақытымды алмаңдар. Я каждый встречаға бар, қаным шығып кетеді уже. Жазбаңдар. Миллион қыз жазады маған. Сосын бүйтіп ішінен еще таңдаймын ғой, например, нормально болады шығар, бір сөйлесіп көресің, жазып көресің деген сияқты. Кездескен кезде не рыба, не мясо, гороскопын сұрайды. Какой у тебя гороскоп деген кезде? Жезған қай жақта, соны білесің ба деймін ғой мен жаңағындай. Сен соны айтшы маған деймін. Где Жезказган находится?
солтүстік деп. Тазға жоқ. Бізде таз емес, бізде красивый бәрі күшті. Іші миы кеуіп қалған. Жұмыс істемейді уже. Қайсысын шашып жүрген? Жетеді. Мен уже шаршаймын одан бар ғой. Каждыйыңа ответ беріп шаршаймын. Не істемекші, қандай горостой екен? Ой, кәдімгідей. Сосын тұрады да. Ты знаешь, скорпионы с близнецами не совпадают. Еще түрлер бала ғой. Что мы можем делать? Деген кезде, бүйтіп қараймын да. Нашын ұжыммен бастан тақыт кізейін бе дейсің. Кеуіп қалғансыңдар ма бәрің? Кіріп кеткенсіңдер ма бір? Картаға кіріп алған. Где находится Жезқазған, сам знаешь? Я оттуда родился, поэтому я спрашиваю. Жастармен, разница жоқ, кәрімен де сөйлесіп көрдім мен. 28-дегі қызбен сөйлесіп көрдім. 30-дағы қызбен де сөйлесіп көрдім мен. Разница жоқ екен, прикинь. Мен ойлаған бір 28-дегі қыз ой қол талып уже. Ол не дейді, білесің бе, бедейді. Менің эти передачты көрсің мен. Я самодостаточная. Мен тамақ пісірмеймін. Екеуің әңгімендер мынандай, алар, короче, гороскоп сұрайды. 20-25-тің арасында примерно, да, психология деп. Короче, ана уже 40-та, 30-дан асып кеткендер, олар мен тамақты пісіп, өзін 50-да 50, сосын мен тұрымда құрсын, самодостаточный болсын, саған байда керек жоқ. Онда немен кездесіп отырсың? Я зачем для тебя тогда? Зачем я тебе? Зачем мое время ты отнимаешь? Жүре берсейші самодостаточный болсын. Зачем тебе бай? Нет, я хочу такого парня. Орбит шайнайсың ба деймін сосын. Аузын қатты сасиды деймін. Сосын орбит берем. Білмеймін уже бә. Граница асып кетем бә. Басқа яқтан. Ертең мен бар ғой, орыс па, украинка алып кетсем, ренжімеңдер бар ғой. Қазақтан бекер алмадың. Бәріне жоқ бізде олай. Бізде уже либо қыздың өзі келіп тұрса, шешесі бірдеңе тормоз етеді, либо жеңгесі бірдеңе піш дейді, или анау бірдеңе дейді, либо тағы көтеніне нете алмайды, ие бола алмайды. Поэтому мен қазақтардан егер де алмай қалсам, ренжімеңдер маған, хорошо? Алам мен басқа қыздарды. Почему-то у меня с другими нациями очень хорошо получается. Ну, потому что, білмеймін, бір күн табасын, привет, ескеңіз сөйлесейік деді. Орса ол салып саған дейді. Қазақ қыздарына шетел азаматтар үйленіп жатыр дейді. Енді олар қазақтар өсекші дейді. Барса енді. Жалпы деймін сендерге. Макуся неменеге кете бересіңдер. О, зарплата түсті. Кеттім мен. Все. Ладно, кімді алсаң да өз өмірің ғой. Я өз өмірім. Бірақ мен хочу, понимаете, менің арманым, мен сияқты балалар, азаматтар дүниеге келсін деп. Мен енді шешесіне де қараймын ғой, менің қанша генетика мықты болып тұрса да, мен қанша вундеркинд болып тұрсам да, шешесі онша емес болатын болса, мысалы, не соображаю, хотя бы на уровне, среднем уровне, хотя бы жүздің шаруасын істей алатын бірдеңе болмаса, маған бір поддержка болмайтын болса, менің балаларым ертең мынандай болады. Сондай біреу бөліп кетуі мүмкін. Ертең болашақ, потому что болашақ ақшалардың, кімнің ақшасы бар, соның қолында болмайды болашақ. Қазір байқайсың ба, искусство интеллект, кімнің басы істейді ертең, сол адамдар бүкіл әлемді басқарады, адамдарды басқарады. Қазірдің өзінде сондай. Мынандай адамдар болады, қараңдар. Харизмасы ұрып тұрған, ерекшеленген адамдар, бүкіл талпадан отличать ететін адамдар, олар деген уже қазір көзге түсіп жатыр. Байқайсыңдар ма? Бұрын ондайларды не замечали. Қазір көріп қаласыңдар, не деген харизма, не деген сөздер деп қаласын бүйтіп қаласың. Потому что көп адамның ішінде, талпа адамның ішінде білімді азаматтар өте аз. Адамдардың көбісі глупеют уже. Ол әлем бойынша, жалпы біздің Қазақстанда емес, әлем бойынша сондай. Түсініп отырсыңдар ма? Ондай болмаса сендер бәрілерің үйленіп кетпейсіңдер ма? Тұрмысқа шығып кетпейсіңдер ма? Жоқ, олай емес. Қазір адам араласатын адам таба алмайсың. Бәрі әйтеуір немесе ақша, немесе бір пайда, немесе анау мынау бір реально бір сөйлесетін бірдеңе болатын болса, керек дейсің болса, бір әңгіме талқылаймын дейсің.
Нету таких людей. Понимаете? Әйел адамды жерге кәдімгідей тығып тастадың ғой. Жалпы айтып отырмын, адамды айтып отырмын. Еркек те әйел де деп отырмын мен саған. Орыс алсаң орыс болып кетесің. Балаларың орыс болып кету, содан қорқамын. Содан сол үшін нетемін ғой. Енді я тоже дальновидный же. Ана биші қыз сенің қасында жарқырап жүреді ғой. Пацан секілді болып қалыпты біртүрлі киініп. Енді ол кетті, өзінің солай ғой енді. Өзінің таңдауы, мен не істеймін? Ол негізінде жақсы қыз. Енді мен өзі адамды көркін аша білем. Сондаймын. Қасиетін бар қандай қасиеті бар? Мен өнертанушы ғой, мамандығым менің әнші емес. Өнертанушы. Өнертану болғаннан кейін адамның бойында қандай қасиет бар? Соны мен бүйтіп табамын да, сосын бүйтіп айтамын. Сенің мына қасиетің бар, осы қасиетің дамыт. Диплом анау, диплом мынау, дипломына қарамаймын. Өйткені дипломмен шатасып отқан адамдар миллион. Папам айтқан анаған түс деп, соған түстім деп. Или мамам айтқан солай түс деп, соған түсе салдым деп. Понимаете, изначально уже бірінші мамандықтан шатасқан адам, мамандықтан шатастың ба, адамнан да шатасасың. Түсініп отырсың ба? Екі нәрседен шатассаң болды, өмір бақытсыз боласың. Қойш дей бермеңдер. Если вы меня не понимаете, это ваши проблемы. Ладно, я поехал. Всем пока. В поиске кеттік. Бір қыз күтіп отырған жоқ. Тамақ жейік дейді. Сол қызды неге алмайсыз? Қай қызды құрсын? Қай қызды айтып отырсыңдар? Бере салып отыр ма? Қыз өзі көніп тұрса, ата-анасы көнбейді. Ата-анасы көнсе, апасы көнбейді. Сондай болып жатыр, в общем, менің өмірімде деген. О, апасына барсам, атасынан бірдеңе, короче, бәрін. Қалталарына барына барып, бүйтіп отырмын мен еще. Давай мен саған 10 мың теңгеден берейін каждыйың ауыздарына. Солай көндірем ау деймін енді. Я не знаю. Ну, я хотел по обоюдному, короче. Нет. Жана қызға дейді, ол қыз енді ғана танысып жүргенбіз ғой. Давай. Қалайсыз, жақсы? Да я с вами просто, я сейчас... Макусен неге алмайсыз? Өзінен сұраңыз. Ол туралы айтқым келмейді. Предложение жасамаған жоқпын, жасадым. Там свои, короче. Ну, не хочу я это. А так девушка хорошая. Қызыңыз көп екен ағасы. Миллионы. Көп емес. Шетелден ал, Қытайдан ерсай секілді. Сол ойлайын деп отырмын. Қытайға кетіп қалған. Мен шетелден деп отырғам сол Қытайға. Қытайдың қыздарын алам ба деп жүрмін. Бізде Қытайдың қазақтары басқаша. Мен өзім сол жерде жүрдім ғой. Біздегідей емес, бізде менталитет өте шамалы не болып баратырмыз бар ғой. Одни, не знаю, куда мы движемся. Ерсай сияқты бір әйелді алып келем ау деймін. Ту деді. Иә. Подругасын алып алам ба Ерсайдың? Айтыңдар. Ерсайдың сіңлісі ме, әпкесі ме? Мені жіберіңдер, беріп таныстырып жүрдіңдер. Ол жақсы сап жүресің, сосын дайынға дейді. Мен ол жас емеспін ғой, я еще круче могу разворачивать там дела. Ерсай керемет, сондай қыз жолсын, бай қыз. Міне сол ғой. Жақсы әйел жаман еркекті төрге сүйрейді. Жаман қатын жақсы еркекті көрге сүйрейді деген осы мақал. Маған Ерсай ұнайды. Мне нравится, что она делает. Ана пацан ғой жүрген негізінде. Шындығына келгенде ана пацан, оның қолынан бірдеңе келеді деп айтпаймын да. Ренжімей ақ қойсын. Но вот Ерсай, она умная женщина, она очень показывает. Ананың мәртебесін қандай көтеріп жүр. Молодец. Өте күшті. Неге ерте бармайды Ерсай? Өте пысық Ерсай. Ерсай молодец, анан делом нетіп жатыр. Сөйлей бермеңдер. Ерсай мықты қыз. Бизнесмен келіншек. Это нужно понять. Емес, шындық айтсам бірдеңе деп айтасыңдар бар ғой. Сөйлейсіңдер. Өз басы жоқ па еркектің? Неге өз басы? Сүйді, жақсы көрді, болды. Не керек оған? Менің ойымша тез үйленіп кеткен дұрыс. Ерсайды қыз жолықсын саған аумин. Әрі, кім Ерсай? Ерсай деген Қытайдың бизнесмен қыздар. Қытайда қыздар пысық, Ерсай ғана емес. Қытайда мен болдым ғой, просто сендер болған жоқ шығарсыңдар.
Мен ол жақта көп жылдар жүргем. Қытайдың қыздары пысық, біздің қыздар сияқты емес. Сосын жаңа тойларын анандай деп жасады. Үйтіп нетпейді, бай сияқты. Байлар болса жасайды, бай болмаса жасамайды ол жақта. Шашылмайды сосын жұрты деген. Өте. Сосын Қытайдың қыздары қазір ол жақта, Қытайда мынандай, Қазақстанда жігіттер сәл басқашалау. Ол жақта каждый қазақ, почти каждый ішеді. Содан Қытайдың қыздары қашып жатқаны бері қарай сол себептен. Ішкенде ұнатпай, ол жақта шама алкогольмен ұстайды. Қатты ішеді. Ән айтпай-ақ дейді. Пысық болса дейді. Жүрер кездер гороскоп қыз алмасын. Ладно. Сонда қазақтың қыздары пысық емес пе? Біздегі ме? Біздікілер гороскоп сұрайды. Қытайдың қыздары сияқты. Қытайдың қыздары орап алады. Қытайдағы қыздармен Қазақстандағы қыздарды, қазақтың қыздарын салыстырмаңдар. Қытайдағы адамдармен мына жақта. Қытай это большая империя. Понимаешь? Олар оның бәрін көріп қалған, тіс қағып қалған. Гуанчжоу. Сен не көрдің? Сен көрдің Түркістанды көресің. Анау Астананы көресің, болотаға батып атқан бытшы жаңбыр жауса ішіне кіріп кетесің. ЛРТ-ны бұзып тастайтын андай қазақтар бар, бүйтіп басып қоятын. Ой, закрылся, куда? Че, не істейміз дейді, қазақтарды көресің. Болды. Ол жақта ондай емес, ол дамып кеткен мемлекетте. Конкуренция бешеный. Түсініп ба? Олар өте пысық. Өмір сүре береді. Біз жаман без, біз тарбазуты болып қалдық, біз тұрып қалдық, біз дамымай жатырмыз біз. Біз мемлекет өз бүйтіп жатырмыз, біз просто болады. Мәселе жамандағаны, ол реально, ол мен екі қазақты айтып отырмын, просто екі жақта. Түсініп ма? Американың қазағы мен мына жақтың қазағын салыстырма. Американың қазақтары вообще басқа деген сияқты. Сол сияқты. Сен Қытай деп ойлама, жай Қытай деп. Қытай деген ол үлкен империя. Қытай қазақ өте, Қытайдың қазақ жігіттері өте пысық, достарым көп. Мен көріп тұрған адамға, барып келген адам, мен шын айтам. Біз дамығанбыз, Мисс Империя, Академия, универ. Алмас, өтірікші Түркістан жамандамай. Жаман, Түркістан жақсы жер, киелі жер жақсы. Сен просто одан бір жан, сен өзің сен кірші ана Гуанчжоуға бар. Құрсын сен жағы анау неге бар? Бер жағына бар, Гуанчжоуға кірмей-ақ қой сен. Шанхайды көрмей-ақ қой сен, Үрімшіге бар бір жай. Алматы 2, Алматының 4-еуі болады. Үрімші Алматының 4-еуі. Өзі көресің. Түркістан даммай қапты ғой, дейсің сосын. Бітесің тура. Түркістан даммай қапты ғой. Рекустан басқа істеген, ана жерден қайық дейміз бе, дейміз деп тұрасың. Қайық дейміз, қыздар Султан Сулеймандағындай. Болды. Рас қой енді, не істейміз. Ерсайдай қыз алшы, тілейміз соны, қазақ қызы. Мен ол үшін кетуім керек бұны. Сол биыл енді үйленсем үйлендім, үйленбесем кетем болды. За граница. Көрге сүйрейтін деген айтқаным өз басы жоқ па? Жоқ. Еркек мынау өз басы жоқ емес. Мен қанша мықты болып тұрсам да, айыз қонай, атынғандай құрсын. Тілге де келмейді. Атыңды дұрыстап қоймайсың ба? Ол сөздің түбірін түсінбей отырсың. Көрге сүйрейді, төрге сүйрейді деген мынау. Қанша еркен мықты болса да еркек. Мықты бір бас істеп тұрса да, немесе ынжық болса да, мен мықты болып тұрсам, мысалы, менің әйелім жаман болатын болса, менің жолым бәрі бытшыт, семьям да бытшыт, балам мұрынбоғы ағып жүреді, ақшамды жеткізе алмаймын, ол ұқсат алмайды, түсініп отырсың ба, сенің ар жағындағы сөз сол. Ал енді жақсы әйел болатын болса, такой ынжықтау еркек, такой средненький, такой жүретін, такой вялый, көтінен бүйтіп түртіп алып тұрып бар ғой. Сен деген мощный еркексің. Сен деген борбайың деген, екі борбайың бар ғой, қара қалай. Они как кружатся деп тұрып бар ғой. Ұштырып жібереді ары қарай. Түсіндің бе? Соны айтып отырмын. Поэтому айтып отырғаным сол. Мен неге қарым-қатынаса солай айтамын. Өз елін жерін, ең тем более қазақ қыздарын жамандайтын адам өзі жақсы деп. Мына біреу қоймайды екенсің. Не айтып отырғанын түсінбейсің. Өз елін, өз жерін деп отырған. Шындық айтсаң, саған жақпайсың. Мақтап жүрген біреуге біз қасқырмыз.
Біз итпіз дегенді қою керек. Біз арыстанбыз, біз барыспыз деп. Сен сен Қытайдың қазағын көрсең, сен қасқыр болмайсың, сен кәнек қыласың. Ай, кім қаласың оның қасында. Олардың пысықтығы деген шілтіріп жүреді. Деп жүресің. Аузыңды иттіреді. Жапе. Миллион әкелдім дейді саған тойыңа, олар бүйтеді. Миллион әкелдім, не істейсің дейді. Ондай ел бар, күйеуін тапқан табысын жарата алмай, жетеді ондай. Қатты қабылдансаңдаршы, өздеріне әңгіме айтып отыр ғой, просто соны айтам. Өздерінде бар ғой менің адамдар, нәпсілеріне тиісіп отырмын ғой, солай. Боқтамаңдар. Жарайсың, шындықты айтып отырсың. Солай ғой енді, мен түсінетін адамдар түсініп отырады. Поэтому дұрыс адамды көріп тұрсыңдар ма, дұрыс адамға тиіп алыңдар. Уақыт өте береді, уақыт жүре береді. Сені Алла тағала өзі 3-ақ бақыт береді. Адамға 3 рет бақыт береді. Санап берейін сендерге. Біреуі саған адамды келістіреді, өміріңде бір-ақ рет кезіктіреді ол адамды, жақсы адамды. Екінші, саған мамандық таңдатуға возможность береді, өзіңнің ішіңдегі қалауыңды. Екінші бағың. Үшінші бағың не, маған айтыңдар? Құрсын, сендер білесіңдер, білмейсіңдер ма? Әлемді, жерді көруге, барлық дүниені тануға, жан-жарыңды айттым мен. Әлемді жарлық бүкіл дүниені тануға, дүние таным деген түсінесіңдер ма? Соны тануға саған денсаулық береді. Үшінші, денсаулық береді саған. Түсінесің ба? Денсаулық болмаса, мынаның бәрі далбаса ғой, түсінесің ба? Саған денсаулығың мықты ма, сен уже бақытты адамсың. Денсаулығың мықты ма, сен бай адамсың. Сен мощный адамсың. Жақсы жар, жақсы еркек саған жолықты ма, сенен артық адам жоқ. Өмірде жоқ сенде. Пусть все завидуют. Молча. Даже әке-шешең пусть завидует. Үшіншісі, мамандықты дұрыс таңдау білдің бе? Уже хорошо. Потому что өмірің мәселелерін шешесің сол мамандық арқылы. Бітті. 3-ақ бақыт береді сендерге. 3 бақыттың біреуін ұстай алмайтын болса, мынаусыз болмайды, мынаусыз болмайды. Түсініп отырсыңдар ма? Денсаулық болмаса, мынаны да істей алмайсың, мынаны да қатыра алмайсың. Денсаулық болып, жарың беспонтовый болатын болса, алған адамың, немесе жүрген адамың, қыртып алда айла кер, анау құр сөйлей беретін адам болатын болса, то же самое. Пропадешь. Всегда пропадешь и будешь партнеров менять, как перчатки. Анаған да басың ұрады, мынаған да басың ұрады, анаған да каждый саған дақты қалдыра береді. Короче, көтіңе берік болмайтын болсын, көтіңге кім көрінген кеп құсай беретін болады. Түсініп отырсың ба? Үшінші, не нәрсе? Әлемді шарла, денсаулығың бол. Жаңа бүкілін көр, дүние таным. Көрген кезде сен салыстырмалы түрде бәрін айтасың. Мынау жақсы, не жаман екенін білесің. Ал көрмейтін, үйден шықпайтын біреу болатын болсаң, жалпы консервативті адам болатын болсаң, немесе машинадан деген сияқты, мынандай примерно өзің пространствоң бар, айналдырған қарасында бір 4-5 подругаң бар, немесе 4-5 жолдас бар, примерно әңгімелерің сондай болатын болсаң, сен никогда не будешь расти. Далеко не уйдешь. Ертең не болатынын білмейсің, өмір сені ойлағандай бола бермейді, айтуға ғой. Сен бірдеңе айтса, бірдеңе қой бермеші, адамның тағдыры өзің қолында. Шак. Дегенді андай жерге жабыстырған жоқ просто. Алла тағала өмірің саған ақыл берді, сана берді, денсаулық берді, көз берді соны көруге, мұрынға ес берді сезуді. Тілің бар, аузың бар. Бүкіл нәрсені берді тұр, құлағың бар, соны көретін. Аласында Аллаға сілтейтасың, ертең не болатынын біл. Өзің біл. Ертең не болатынын білмей тұрсың ба? Ертең сен барып таңертең тұрасың, нан жейсің ана жерден. Маймен нан жейсің деген сияқты ғой. Оның бәріне Алла араласа бермейді. Сенің жар таңдауыңда, мамандық таңдауыңа бәріне Алла араласатын болса, сен мына өмірде не істейсің сонда? Әңгіме сол ғой. Мына өмірде сенің рөлің не сонда? Каждый нәрсеңді Алла бүйтіп тұрстай беретін болса. Қызығы. Дұрыс айтасың, Шымкентте жұмыс істеуге барып, соның өзінде біраз нәрсені түсіндік көрдік, конечно. Бай қуатты бол, Алмаз аман бол. Ерсайды қағып алатын кісісің. Выбор береді әр адам, өзі таңдайды жолын. Конечно, выбор беріледі, Алла тағала саған жолықтырады. Алланың қолында, мысалы, мынау. Алла саған адамды жолықтыруда. Қолында. Саған Алла тағала адамды беріп тұрады, дұрыс адамды. Бірақ сен оны менсінбейсің, анау, мынау дейсің, қытылдатасың, тағы бір шығар, төр баса.
ешкім де өзгермейді. Если человек не хочет изменить, түсініп отырсың ба? О ком речь? Да, бывший, просто обобщенная тема. Депрессиядан қашан шығасың? Ұзақ болып кетті ау сізде. Депрессиямен енді кіріп жатырмын стадия. Мен примерно 6 ай отношениеде болдым ба, примерно маған 3 ай керек. Теманы немен жөнінде? Әйелде де адам ғой, ол не істеу? Преступник. Әйелде адам ғой, ол не істеді? Преступник. Сұрағыңыз дұрыс қойыңыз. Ақыл деген бұл жігіт. 23 жыл болды, асырамайды. Удобный әйел болдым. Енді шаршадым, кету керек пе? Қандай совет бересің? 23 жыл болды, асырамайды. Удобный әйел болдым. Оған кім кінәлі, Майра? 23 жыл сіз өзіңіз соған басыңызды иіп келдіңіз. Өзіңіздің границаңызды шегелей білмедіңіз. Мынау менікі, мынау сенікі, мынау. Бергел шал деп. Бүгін саған тамақ жоқ, егерде мынаны істемесең деп айта білмедің ғой сен. Айта білмедің. Қорықтың, жоғалтып алам деп қорықтың. Жалпы отношенияда жоғалтып алам деп қорықпау керек. Түсініп отырсыңдар ма? Біреуді жоғалтып алам деп никогда қорықпа. Мен бетіне айтам. Так. Сені таңдаған адам, сенің бүкіл тұла бойыңмен сені примет. Сені сол нәрсеңмен қабылдайды. Түсініп отырсың ба? Ал егерде сен қорқатын болсаң, жоғалтып алам, анау балам, міне ойбай құрсын, балалар болып, бірдеңе болды дей бер. Ол сені басынып алады, бүкіл шаруасын әңгірт аяғын ойнатады, сонымен қаласың. Сосын осындай 40 жылдан кейін маған жазасың. 23 жыл болды, не істеймін деп айтасың. Түсініп отырсыңдар ма? Быстрый, однако. Сол себептен изначально нужно делать, шегелеу керек граница, договор. Брак – это договор, это не любовь. Если вы умный и не урод, почему до сих пор не женаты? Вы откуда знаете про мою жизнь? Вы не знаете, молчите, сидите. Если я ничего не говорю, это не значит, что я такой. Моя жизнь, моя семейная жизнь или моя личная жизнь – это мое личное. Никто из вас не знает. Смотрите, нормально, айтпай мен ондай нәрселерден бәрі. Как брак договор? Как так брак договор? Договор! Неке қию. Тұрады ғой ана жерде, договор тұрады. Неке қию рәсімі. Не дейсің сен сол жерде? Мен осындай да бәленше түгенше мынаған жаңағы осындай жар болуға келісемін дейсің. Бұл келіссөз ғой. Түсініп отырсың ба? Неке деген келісім ғой. Любовь деп ойладың ба? Привет, Айгеруша, қалайсың? Ана яқта мына жаққа келіп апсыңдар ғой. Неке деген это не любовь. Брачный союз деген это, договор. Запомните. Вы думаете, что это прямо любовь? Тогда зачем разводы? Почему ажырасады адамдар? Бәрі махаббатпен шығады ғой. Потому что не держат договора. Келісөзді мынаны ешқайсы сақтамайды. Сен жұмысқа кірер кезде не істейсің? Қол қоясың ғой. Что ты обязана делать? Я, допустим, слесарь, или я повариха. С утра я приехал, таңертең келем, жұмысымды істейтін мынау нәрсе. Мынаны пісірім керек, сол бәрін функциональный обязанность деген бар. Любой жұмысқа кірген кезде ваша функциональная обязанность. Бізде қазақтарда көбісі өзінің жұмысын істеп жүрген жоқ, біреудің де жұмысын істеп кетіп жүр. Понимаете? Причем тут не вещь, это договор. Если вы что-то недопонимаете, вы дослушайте, до конца. Сондай сияқты мына жерде келіссөз бар. Каждый функциональный обязанность. Сен айтасың маған. Мысалы, жүріп жүрген кезде осы тема қозғалу керек. Қыртып 5-6 ай жүретін уақытым жоқ. Сразу былай айтуың керексің. Қыздарға мен сразу совет етем. Қастарыңа нормальный жігіт табу үшін сразу айтам, бүйтесің. Кездессің ба, кездесуде мен сенімен ойнас жасамаймын. Егер де сенде сондай ойың болатын болса, менімен қарым-қатынас бірдеңе ампай-жампай бол. Ауырақ жүре бер. Менімен некелесесің, ертең некелесесің де, мен саған ұнап тұрмын ғой, сен маған ұнасың. Мынандай келісімге келейік. Некеде мынандай шарттарым бар. Сен айтасың, өзің шарттарын істейміз бе? Істейміз. Кеттік пе? Кеттік. Жоқ па? Адам тану керек, 1 жыл жүрек, шамал сүйісіп жүрек, анау мынау жампай бәрі біткен, оның бәрі жақсы нәрсемен аяқталмайды. Даже бірдеңе болғанның өзінде де у вас будет разлуки. Потому что у вас договора нет. Келісім сөз жоқ. Соғытсыңдар ма? Поэтому махаббатсыз сыйластық неке ол далбаса. Махаббат керісінше айтыңдар. Махаббатсыз емес, махаббат болу керек. Но махаббатты прикреплять нужно.
подпитывать нужно. Чем? Договором. Түсініп отырсыңдар ма? Махаббат ол один любовь просто так ничего не решит. Одна любовь. Одна любовь может спасать вас от чего? От безразличия. Сен жан ашып тұрады ол адамға. Ты хочешь помочь. Сондай сезім. Ол сезім. Понимаете? Но шарттар бар ғой, некенің шарттар бар ғой, которые нужно делать. С утра вставать, кормить ребенка, стелить, жуу керек. Или же ер адам, мысалы, барып жұмыс істеу керек. Таксовать ете ме, ақша тауып келе ме, баланы асырау керек, әйелді асырау керек деген обязанностьтер бар ғой. Оның махаббаттың қатысы жоқ оған. Ол кәдімгі обязанность. Соны түсініп отыру керек. Түсіністік болу керек просто. Келісім жанұя сақтамайды. Түсіністік? Қандай түсіністік? Енді түсініскеннен кейін келісім... Мына сөз мынамен байланысып жатыр ғой, құрсын. Это притом не просто договор, а перед Всевышним Аллахом даете слово. Конечно, сол кезде некеге барғанда, мешітке барған кезде не деп сөйлейсіз, не деп имам айтып атқан кезде сұраса қаласыңдаршы. Не деп айтады сендерге? Осындай да осындай бәленше түгенше алуға ризасың ба? Ананы ризасыз ба? Келісімге бересіз ба деп. Сол себепте байға шықпадым. Ну а чё, ты байға шықпағаннан жақсы болсын ба? Келісім қазір сақтайды семьяны. Конечно, договора нет, никто не келісімсіз бәрі. Все на бумажке. У нас, как в Казахстане, все на бумаге, а творится там все как-то странно. Здравствуйте. Батырай отырайын деп жатыр, жоқ. Сәлеметсіздер ме, жасыңыз не істейсің менің жасымды? Сұрай беретіндер не? Жасың нешеде, жасың нешеде? Если я умный человек, это не значит, что мне 70 лет или 50. Көп көргеннен сұра дейді. Көп жасағаннан біз. Маған сөйтіп айтады. Мә, сен жасың пипец, братан, 96 жылсың. Кеше телевидение барды, 90. Сен көп білесің я дейді да. Білем дедім. Почти 50-де. Сол ғой алыстан келген балаға қарт, еңкейген қарт сәлем береді деп. Түсініп отырсыңдар ма? Ауылға келген кезде алыстан келген жас жігітке еңкейген қарт ақсақал келіп сәлем береді. Неге сәлем берген? Осының бәрін біз ұмыттық, бұл кәдімгі традиция ғой, біздің психологиямыз. Ана бала, умный бала, жақсы, талантты, сері, жаңағындай бір келетқан адамды көретін болса, сәлем берген. Түсініп отырсыздар ма? Көпсет, бақсет деп. Не істеу керексің? Өзің сөйлей алмайсың, не істейсің енді? Жігіттер келісімге келмейді, келісімге келгісі келмейді, себебі жауапкершілік алғысы. Вот, мен сол айтып отырғаным. Жігіттер келісімге келгісі келмейді, жауапкершілік алғысы келмейді ешкім. Бәрі қашады қазір. Қыздар да сондай. Жігіттер ғана емес, қыздар да сондай қашып жүрген. Анау мынаны сылтауратып, мен дайын емеспін, мен аяққа тұрғым келеді. Анау мынау, мен өзім басымнан өтіп отыр ғой сондай нәрсе. Өзім басымнан өтіп отыр мына нәрсе. Мен үйленейін деп, үйленейік деп тұрмын. Мен дайын жігітпін, үйленейік деп тұрмын. Мейлі, қандай жағдай болса да, аяғың қисық болса да алам деп тұрмын. Білем сенің аяғың қисық. Немене, көзің былай қарайтын шығар шамалы деген сияқты. Үйленбейді. Жарайды емес. Қорқам ғой енді. Қорқарсың болсаң жүре бересің, қорқып не істейсің? Мамам айтты, анау айтты, мынау дейді. Тиетін қыздар бар ма? Дайын біліп. Айтыңдар маған. Деген қалай кетті. Бірақ миымды ашытпаңдар. Мамам бірдеңе деді. Әкем анау деді, мынау деді. Мен что-то бірдеңе аяққа бүйтіп қалайын. Мен очень четким. Тарс. Мынау. Басы қатырып жүрмеймін сендердің. Гороскоп керек еще. Гороскоп сұрамаңдар менен. Биші қызына өкпелеп жүрген жоқ, биші қыз емес, қайдағы биші қыз айтып отырсыңдар. Алмаз ақылды жігіт, рахмет. Все, бүгінге тамам. Биші қызды көрдік, айналасында жігіттер көп керек емес саған. Ой, күшті айттың, рахмет. Менің жігітім сияқты екен, үйленуге дайын емес. Қызың ба? Менің қызым ба? Иә. Қыз бар ма? Жоқ, жігітсіз ғой, көндір қыздарды, Алмаз. Көндір? Вот это слово очень плохо. Көндір деген сөз жаман. Көндір деген
ей, давай, давай бүйтсек, давай дей берген сайын ана жақ тартылай береді былай. Түсініп ба? Это плохо. Өзің қадір қасиетіңді жоғалтып аласың ондай қарым қатынастан. Давай деп, екі жақ давай деу керек бір-біріне. Сол кезде жақсы. Қыздар, бұл кішкіш жігіт ақылды негізі бойдақ. Қыздар, пообщайтесь, может что-то получается. Көнбейтін адамды қалай көндіресің? Өзгермейтін адам, мен көндірмеймін. Мен адам өзгереді дегенге сенбеймін. Өзгерем демесе, мен өзгерте алмаймын оны көндіріп деген. Мен вообще ондайға нетпеймін. Уақытымды да бөлгім келмейді. Давай деймін да, болып, пинка под зад, сам двигаюсь дальше. Вы откуда родом? Центральный Казахстан. Скорпион или Козерог? Нифига, близнец. Опять же гороскоп спрашиваете. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйсе алады. Дұрыс, өте күшті айтылған сөз. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйсе алады. Көндір это уже насилие. А надо, чтобы сама пришла к решению, а не көндір. Вот именно решение решительное. Нерешительный человекпен қиын болады өмірім. Ашуландыра бермеңдер. Так и знала, что он близнецы. Так и знала. А что там? А близнецы такие, а? Двуличные. Соған мәз болып кәдімгідей. Соған бір не бар? Бәрі жаттап алған. Бүкілі жаттап алған. Скорпионы, они жались, үндемей жүріп беттіп, сағып алады. Пять сағып алады. Да вы гадюки просто. Вы признаетесь, что вы анаконды или же кобры. Ни хера ничего не знаете, блин. Гороскоп там. Что решает гороскоп? 2025 жылғы гороскоп 2024 журналда ашасың ғой, тура сол қайталап тұрады. А вы прямо: сегодня меня ждет Марс, а завтра Юпитер на меня смотрит по 50 градусов тепла. И сегодня неудачный день, значит, мне нельзя знакомиться ни с кем. Или просто нужно... Сегодня я ничего не буду готовить. Потому что у меня неудачный день. Да я же эксперт дейді. Близнецы бәрі бірдей болмайды. Жерде қаншама адам близнецы мысалы. Конечно. Вообще это все долбаса гороскоп. И эти психологи, псевдопсихологи тоже долбаса. Адам личность деген қандай? Личность дегенді білесіңдер ме? Ни один психолог не может айта алмайды ол туралы. Традиционная психология деген бар. Вот там только можете сказать личность дегенді. Абайдың кітаптарын оқисыңдар ана. Қара сөзін. Немесе Құранда жазылып тұр соның барлығы. Традиционный психологиядан шығады. Мына психология, бүкіл западный психолог сендердің оқып жүргендердің бәрі анау. Нумерология деген бүкіл еврейлер деген бұрын айтып тастаған оның бәрін. Что ты хочешь? Нумерология, таролог, гороскоп, мандай нәрсе да. Что ты хочешь услышать, то и даст. Но за будущее не даст. Никто не скажет. Түсінесіңдер ма? За будущее никто не скажет. Құлаққа тебе береді. Любой нумерологқа да мен айтам, оның бетіне айтам. Өтірік айта бермешті. Тарологқа да айтам, картожникке да. Гороскоп бірдеңе отыратындарға да сандар етігетін. Адам деген санмен өлшенбейді қарым қатынастың бәрі. Отырайық онда. Төрттіксіз бе? Мен бірліктің білесіз ба келіп. Менде 5 деген. Сенде қандай сандар бар деп. Это уже тупизм. Көріп келші. Солар ғой соның барлығы бәрі. Ар жақта соның барлығы уже баяғыда болған. Сол себептен болашақта ешкім болады. Шайтан уәс ол всегда айтып тұрады. Сені нумерологияға тығып үшін, сені жаңа тарол картожникке тығып үшін, сені көріпкелдерге тығып үшін, сол картаны сөйлетіп қояды. Сен сену керексің ғой. Сен нумерологияға, гороскопқа неге сенесің? Сенің кішкентай черталарың болады ол жерде. Сен кіресің. Прикинь, точно совпадает дейсің да? Соған кіресің. Но кірген кезде кіресің ғой, ішіне кіріп кеттің. Сен уже Аллаға серік қостың. Мен ол фанатит етіп тұрған жоқпын. Сен кірдің жарайды. Сен ойлайсың ештеңе. Но будущий, болашағыңды у тебя все провальный.
мимо бәрі. Ештеңе де болып жатқан жоқ, басқа бір кішкене ұқсастықтар барып қалған шығар. Өзіңді нетесің, самовнушение бар ол жақта деген сияқты. Не нәрсеге сенесің, сол нәрсеңді жейсің демекші. Таяқты жеп жүресің сосын. Түсіндіңіздер ма? Так что ештеңе сене бермеңдер. Кеттім мен. Маған да сенбеңдер. Неге ләззаттар еншінің өте керемет, қандай ләззат құрсын. Не білейін, башытып отырасың, біреумен жатыстырып. Қайдағы ләззатты айтып отырсың. Қатипа деп айтыңдар еще. Ләззаттар қазір нешеде құрсын? 50-де шығар, 60-та ма? Ләззат несі? Аянатты неге жібердің? Или там индира, или там кім еді? Моля деп сөйтіп айтсайшы. Ләззат дейді. Ләззат кайфует там, какой режеткен сама по себе ләззат. Вот жанып тұрған қыздар деп ұрып жатыр. Күліп тұрып агрессивный екенсіз. Это же хорошо? Нежно, но грубо. Ехидная күлкі. Қалай болса, Қытай еліне ме кет алмас. Қайтып келе ме? Қайтып келме Қазақстанға. Сөйтем өз итакта. Келесі жылы Европаға кетем деген не бар? Аянатты неге жібердің? Аянатты шығарып салдым, болды. Биыл үйленбесем, келесі жылы сол Европа ма, басқа жаққа кеткім келеді. Қытайға ма, кету керек үшін. Қоя салшы деп. Я себя чувствую здесь тесно деп. Кетуім керексің. Если где-то, потому что мен өзім сондаймын, если где-то не получается что-то делать, особенно личные отношения строить, тогда нужно менять город или страну. Всегда так. Либо работу. Сперва работу. Мне енді госучреждение жұмыс істемеймін, сол себептен мне не с работой проблема. У меня проблема с городом, или же с менталитет, или же вообще страну надо менять. Сен артынан қарамаймын, сен қарап отырасың маған бүйтіп. Дильназ не болып жатыр деймін бүйтіп. Қараса, Дильназ. Деймін. Кредит жаптың ба? Молодец. Дильназ. Алмаш, жұмыс бар мандағы жақта деп. Зарплата қаншадан Алмаш? Астанаға келмейсіз. Астанада болдым мен. Не жеймін о жақта? Дым да жоқ. Суға түсіп жүр дейсің ғой ана жақта. Жаңбыр жауса қар, болотаға түсіп суға. Мына машинамен бүйтіп отыр дейсің ғой, мына жаққа дейін суға кіріп. Но прикинь бүйтіп. О, вода какая теплая. Су айдап машинаға өшіп қалған, еще отыр дейсің бірақтан. Алло, полицияда мен судың ортасында там алып кетесің, катер ма бірдеңе бар ма бірдеңе? Сонда. Ладно, всем пока. Потрещали, я тоже поразвеялся. Осылай депрессиядан бәріміз бірге шығамыз. Всем пока, до скорой встречи, see you tomorrow, bye bye, my dears.